Қалыптасқан қате түсінікті сейілткім келеді. Төртінші өлшем жоқ, іс жүзінде үшінші өлшем де жоқ. Мен үш өлшемді кеңістікті жоққа шығарып тұрғаным жоқ. Ол бар, бірақ біз өлшемдерді жеке-жеке қарастыра алмаймыз. Бірінші өлшем деп атайтындай ерекше бағыт, солтүстік, шығыс, жоғары жоқ. Сондықтан бұл екінші өлшем немесе төртінші өлшем қайда дегеннің еш мәні жоқ. Мысалы, 3 кесе су сиятын құмыраңыз болса, оның ішінде 3 кесе су бар деп айту оңай. Бірақ олардың қайсысы бірінші, екіншісі немесе үшіншісі? Бұл сұрақтардың еш мағынасы жоқ. Сонымен бірге, өлшемдердің әрқилы түрлері болуы мүмкін. Міне, бұлар туралы жеке-жеке айтуға болады. Мысалы, біздің құмыраға 3 кесе су және 1 кесе май қойсаңыз, сонда сіз менде өзін бірдей ұстайтын 3 шама бар, ал енді бірі олардан өзгеше дер едіңіз. Біз 3 өлшемді кеңістік пен 1 өлшемді уақытта өмір сүреміз дегенде, дәл осыны меңзейді. Тағы 1 кесе су қосудың еш әбестігі жоқ. Сонда бізде 4 кесе су мен 1 кесе май болар еді. Дәл сол сияқты 4 өлшемді кеңістік пен 1 өлшемді уақыт болған жағдайдағы әлемді қарастыруға болады. Немесе ішектер теориясындағыдай 9 кеңістік өлшемі мен 1 уақыт өлшемін. Енді бізге 2 өлшемді уақытты да көз алдымызға елестету қиынға соқпайды. Бірақ мұны түсіндіріп жатуға маған қазір 1 өлшемді уақытта жетпейді. Сонымен 4 өлшемді әлемді елестетіп, миыңызды жаттықтырғыңыз келсе, Платландия кітабын қараңыз, немесе төрді Рубик кубигін жинап көріңіз.